Сәлем, менің атым Олег. Бүгін мен сізге постер дүкеніне онлайн тапсырыс беру үшін веб-сайтты қалай жасау және орнату керектігін айтамын. Әкімші тақтасында экранның жоғарғы жағындағы белгішені басып, постер дүкенін таңдаңыз. Жаңа бетте дүкен құру түймесін басып, рұқсат беру бетінде кіруге рұқсат беру түймесін басыңыз. Сіздің мекемеңіздің дайын сайты осылай көрінеді. Сонымен қатар, әкімші панеліндегі өнімдер мен тағамдар каталогта әлдеқашан пайда болды. Осы карталардың элементтерін әкімші панеліне қосқанда немесе өңдегенде, олар сайтта да автоматты түрде жаңартылады. Өнімдер қойындысында тағамды бүкіл мәзірден бөлектеу үшін бестселлер қосқышын басыңыз. Бұл сайтта осылай көрінеді. Әйтпесе жасырын қосқышты пайдаланып, өнімді жасырасыз. Егер сіз сайттағы және мекемедегі бағаның басқаша болуын қаласаңыз, өңдеу түймесін басып, бағаны өзгертіңіз. Сондай-ақ, өнімді өңдеу бөлімінде элементтің атын өзгертуге, сипаттама мен фотосуреттерді қосуға және оның санатын өзгертуге болады. Және бұл жағдайда әкімші тақтасындағы элемент өзгермейді. Түс дизайны қойындысында сайтыңыздың түс схемасын реттеңіз. Жеткізу құны мен шарттарын, тапсырыстарды қалай төлеу керектігін, ең аз тапсырыс сомасын және сатып алушылар төлем жасағаннан кейін көретін сайттағы түсініктемені реттеу үшін төлем және жеткізу қойындысына өтіңіз. Егер сіз сайтты контактісіз мәзір ретінде пайдаланғыңыз келсе, QR кодын және QR мәзірінің орнату қойындыларын басып шығарыңыз. Оны үстелге жабыстырыңыз, немесе қонақтар кодты сканерлеп, мәзірді ашу үшін белгілерді қойыңыз. Сайт дайын және сіздің қонақтарыңыз тапсырыс бере алады. Бұл сіздің қонағыңызға осылай көрінеді. Ол тапсырысқа бір немесе бірнеше тағамды қоса алады. Әр түрлі санаттағы тағамдар мен сусындарды көре алады. Егер оларда бар болса, модификаторларды таңдай алады. Карта. Сондай-ақ төлем кезінде аты жөніңізді, телефон нөміріңізді алып кету немесе жеткізу тапсырысының түрін, жеткізу мекен жайын және төлем түрін жазыңыз. Қонақ жеткізу мекен жайын көрсеткенде, сайт карталарда мекен жайдың дұрыс атауын көрсетеді. Қонақ сіздің сайтыңызға тапсырыс бергенде, постер терминалына хабарлама келеді. Тапсырыстар қойындысына өтіңіз. Сонда сіз ашық қызыл түспен белгіленген жаңа тапсырысты көресіз. Қабылдау түймесін басып, мекемеңіздегі әдеттегі тапсырыстар сияқты онлайн тапсырыспен жұмыс істеңіз. Мысалы, жүгірткіні ас үйге жіберіңіз немесе жарнамалық акцияларды қолданыңыз. Тапсырыс берушіге немесе курьерге тапсырысыңызды бергеннен кейін чекті дұрыс төлем әдісімен жабыңыз және қажет болған жағдайда басып шығарыңыз. Постер дүкенінің көмегімен сіз онлайн алып кету тапсырыстарымен, сондай-ақ жеткізіліммен ыңғайлы жұмыс істей аласыз. Ал егер сіз постерде жеткізу тапсырыстармен жұмыс істеу туралы көбірек білгіңіз келсе, біздің арнадан жеткізу бейнелерінің толық сериясын қараңыз. Күндеріңіз сәтті өтсін және сатылымдарыңыз керемет өтсін.